Баршаңызға сәлем. Бізде келесі сабақ периодтық кестенің құрылымы. Жалпы периодтық кесте бізде периодтан және топтан, ал кіші периодтық кесте тағы қатар дейтін бөлімі бар. Осындай 3 бөлімнен тұрады. Бірінші периодтарға тоқталайық. Химиялық элементтердің заманауи периодтық кестесі олардың физика-химиялық қасиеттерін көрсетеді. Кестені құрастырған химиктер элементтердің атомдық массаларының өсу ретімен орналастырды. Жалпы периодтық кестеде көлденең қатар бізде период деп аталады. Мына жерде көрсеңіздер, период 1, период 2 деп, яғни солдан оңға қарай етіп көлденеңнен тұр. Әр период белсенді металдардан басталып, инертті газдардан аяқталады. Яғни мысалы екінші периодқа қарасақ, ол бізде литийден басталып, неон дейтін инертті газдан аяқталып тұр. Кестеде жалпы бізде 7 период, 3 қысқа, 2 орташа, 2 ұзын период бар. Периодтың саны 7 бізде. Мына жерде ұзын, яғни үлкен периодтық кестемен көрсетіп қойған. Алғашқы 3 период бізде кіші периодқа жатады, яғни бірінші периодта 2 элемент, 2 және 3 периодтарда 8 элементтен бар. Кіші периодта орналасқан элементтер жер қыртысының, мұхиттардың және атмосфераның 97%-ын құрайтын элементтер. Кіші период ішіндегі гелий мен неон ауаның құрамында өте аз кездеседі, ал аргон газы шамамен ауаның 1%-ын құрайды. 4-ші және 5-ші периодтар бұлар орташа периодтар. Олардың әрқайсысында бізде 18 элементтен бар. Ал үлкен период бұл құрамында 32 элементтен бар период. Яғни бұған бізде жатады екен 6-шы және 7-ші периодтар. Келесі бізде топтар, яғни периодтық кестедегі тік бағандар топтар немесе ұяластар деп аталады. Мына жерде көріп тұрсаңыздар 1, 2, 3, 12 деп төбесінде тұр, яғни тігінен тұр. Кестедегі барлық араб цифрларымен белгіленген 18 топ бар. Бұл бізде мана айтып кеттім, ұзын және үлкен кесте деп. Ұзын немесе үлкен периодтық кесте деп. Ал біздің кіші периодтық кестемізде бізде 8 топ бар деп айтамыз. Периодтық кестеге жаңадан элементтер қосылған сайын топ санында бізде өзгеріп отырады екен. Бірінші топ бізде сілтілік металдар деп аталады, екінші топ сілтілік жер металдар, үшінші топ бізде бор тобы, төртінші топ көміртек тобы, бесінші топ пниктагендер, алтыншы топ халкогендер, жетінші топ галогендер, сегізінші топ бізде инертті газдар деп аталады. Ал мына ауыспалы металдар бізде кіші периодтық кестеде кіріктіріліп кеткен. Мына жерде бөлек топ болып көрсетілген. Келесі бізде тапсырма сіздерге активити, яғни жұптық жұмыс жасап көріңіздер қасыңыздағы оқушыларыңызбен. Осы тапсырманы орындап көріңіздер. Және сұрақтарға жауап беріп көріңіз. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын.